Русияның ең күчік зафері біле телюкелі ола жақтыр. Егер Путин зайыфлықны ис етсе, да чоқ басқы япачақ. Associated Press'ке берген интервьюсында Украина президенті Владимир Зеленский Бахмут үшін чатышмаларының мұйымлігіні айнен бойлы аңлатты. Оның білдіргеніне көре террорист девлетінің әлде етебілежек ең күчік заферіні ознын жемиеті ве иттифақдашларына, хусусан Чин ве Иранға бұйық зафер кебі тақдим етежек. Бұндан да ғайра бұл Украинаға ғарби өлкелер тарафындан басқы жағының ихтималыны көтере. Бойлеже Украинаны аңлашмаларға итере білелер. Шымды есе Бахмутта соқақ чатышмалары девам етмекте. Я скажу ближче и ближче иде. Почти попал. Шернің штурмлары ве шернің этрафындан басқылар тоқтамай деп қайдетелер Украина баштабында. Украина мұдафаачылары ұжымларны шымали, шарқи ве женюби тарафтан тоқтата. Бойлеже душманны зайыфлаштырып жидди ғайыпларға йол ачалар. Ишғачылерінің яралылары чоқ олғаны үшін душман ади сакенлерні хастаханелерден чықара. Противник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас усіх цивільних людей нібито виписано. Шарқи жебенің 4 шері ең sıcak чатышмалар ноқтасы оларақ сақланылып қалмақта. Белогиревка, Бахмут, Авдеевка ве Марьинка мұдафаачылары аяқта тұрмаға девам ете. Тек бір күн içerisinde олар işğalcilerinin 60-тан зейде ұжымларыны тоқтатты. Қырым татары Аппас Куртамет үшін işğalciler 10 ел апис жазасыны талап ете. Айтқанларына көре, о Санкедерсін Қырым батальонында Украина аскерлеріне ихтияжлары үшін пара йоллаған. Işğalci прокурорлар қанунсыз арби бөліклерге мали дестек бермек маддесінен қабатламаға істей, ама Қырым батальоны Русияде біле қанунсыз оларақ танылмағандыр. 19 апрель күні Аппас Куртамет сон сөзінен чықышта болынacak. Бұндан соңра есе ona үкім чықарылмасы планлаштырыла. Новоалексеевкадан 20 yaşındaki Kırım Tatarını Чоңғар Незарет keçit noktasında tuttular. O akrabalarını ziyaret etmek için Kırım'a yol algan edi. İşğalciler uzun müddet devamında Appaz'ın bulunğanı yerini gizli edi. Ama Milli Meclisinin malumatlarına göre o Ahmedjit hapishanesinde bulundu. Aynen anda işğalciler Xerson vilayetinde tutulgan insanlarını alıp keteler. Брюссельде Авропа депутатлары сары шеретні темсали граффитилерінің янында қалдыра. Юқарыда шымдылық işgal етілген шерлерінің исемлері Керич, Ялта, Ахмеджит ве дигерлері. Бойлеже Авропа саясатчылары рус işğalcilerine қаршылық әрекетінен бірдемлігіне көстере. Бұл акцияға Болгаристан, Бельчика, Юнанистан, Эстония, Данимарка, Латвия, Литвания, Алмания, Романия, Словакия, Исвич, Чехия, Френкистан ве Полония темсилчилері қошылды. Ця війна, наче наша спільна боротьба у допомозі нашим сусідам. Швидше за все, ми так звикли. Це знання поколінь мого народу, як чинити спротив. Сары ренг Украина женюбінің ренкедір деп аңлата әрекет спикері. Шымды есе işgal етілген территорияларда қаршылықның тимсаледір. Бойсунмаған инсанлар рус işğalcilerine қаршылық көстереве Украина силалы көветлеріне малюматлар ебере. Бойлеже işğalcilerге бұ топрақлар оларға айт олмағанларыны көстерелер. Це рух про незламність людей, про те, що вони навіть залишаючись в окупації, не маючи стійкого зв'язку якогось інформаційного з більшою частиною України, вони чекають на повернення України. Їхній світогляд залишається українським і вони не здаються, не дивлячись на те, що вони відрізані інформаційно, економічно. Багато з них не мають якихось засобів опору збройних, але навіть так, на цьому рівні символічному, вони демонструють те, що Україна там досі присутня.
Украинаға дестек бергенлері үшін тешеккүр мақсадынен акция иштиракчилеріне зафер билетлеріні тарқаттылар. Бұл Украина демир yollarının ақиқи билетлеридир. Оларнен Киевден Ахмежитке кетмек мүмкін олачак. Ви бачите квиток до Криму від Укрзалізниці. Це справжній залізничний квиток. Тому ви можете забронювати його і рушити, коли Крим буде вільним. Це абсолютно справжнє, жодного символізму. В один бік. Я надеюсь, что я могу претендовать, может быть, на первый поезд, который покинет Киев в сторону Симферополя. Я очень жду этого дня, и я надеюсь, что это будет очень радостным днем. Партизан әрекеті Қырымда да тарқала. Соңки 4 күнде ишбу әрекетке Ақярдан, Ақмежиттен, Ялтабекеричтен 80 киші қошылды. Яңы кезле фаалер Қырымның чешетлі ерлерінде yüzlerce ресім етілген граффитилер янында 300-ден зияде сары шеретлер қалдыра. Да фазла малюматны еда акцияға қошылмақ иле бағылы білгілеріні экранларыңызда көрген QR-кодны скан етіп үгрене білесіңіз. Семеддешлеріміздің бұл кібі әрекетлері рус ишғалжилеріне ишғалден құртарылмаға беклегенлеріні көстере. Ама ишғал шарайтлерінде өзіңіздің қаршылығыңыз нен мұқайт олыңыз ве өзіңізні қорчалаңыз.